2023 жыл Қазақстанның мұғалім, дәрігер, өрт сөндіруші және мәдениет қызметкерлері үшін қуанышты жаңалықпен басталады. Жалақылар өседі. Жалпы еліміз бойынша келер жылы 2 миллионға жуық азаматтың айлығы еселенеді. 2023-те дәрігерлердің орташа жалақысы шамамен 550 мың теңге, ал өрт сөндірушілердің ең төмен табысы 180 мың теңге болады. Ашып айтқанда, қатардағы құрамның айлығы 70%-ға, ал басқарушы құрам өрт сөндіру қызметі мен бөлім басшыларының жалақысы 10%-ға өседі. Төтенше жағдай министрі мен оның орынбасарларының айлығы көтерілмейді. Сондай-ақ жаңа жылда мұғалімдердің айлық табысы 25%-ға артады, ал ел бойынша ең төменгі жалақы 70 мың теңге көлемінде болады.